сәлем достар, сіздермен бірге Асым достар. Асым және мамасы де. Иә. Короче, біз исам. Иә, біздер өзіміз мына жақтан жер сатып алғанбыз, соған келіп жүрміз. Былтыр жер сатып алып қойғанбыз, мына новый участок қаланың шетінде. Енді күшті, мына қараңыздаршы. Природасы деген. Тап-таза ауа, қаладан шет жақта, айналам бәрі жасыл желек. Күшті жақ енді. Тып-тыныш. Жап-жасылда, ал құстар значит Иә, аққар болады. Біраз уже алдында біздер келген, біздер былтыр келіп кеткен уақытта тек 1-2 үй ғана болған. Қазір уже үйлер көбейіпті. Міне. Принцесса ол жүр, күшті ай көйлек киіп жүр. Қазір көрсетіп жіберейін көйлегімді. Артқа қара. Осы көйлекті біздер Қытайдан заказ беріп алғанбыз негізі. Соны былтыр осы жазда алғанбыз, Асым басында кимей жүрген. Енді қазір ұнай ма саған? Мен жазда қақылдайтын едім, осыны кей, неге күні жып-жылы, неде күн ысыда күшті іліп аласың деп кимейтін еді, қазір киіп үйренді. Кәдімгідей біраз үйлер түскен екен. Сосын мынадан ары қарай уже ана көшеде, мына ортада асфальт жатыр осы жерде. Уже мына асфальттың ар жағында, мына үйлердің бәрі ар жағында, жақындатып көрсетейін. Кәдімгідей ол жақта уже коттедж, кәдімгідей бәрі. Асыл мен Димаштың мектебімен жаққа көшетін болсақ, еще алыс болады, мына ары қарай болады. Онда тек машинамен барып келіп қатынаймыз. Жалпы мына жерден қалаға шығып кетуге жаңа қарап кетіміз. Мені сағатты қарап. Сонда бір где-то 4-5 минутта уже қалаға жеткенбіз. Қаланың шеті дегенмен. Басында осы жақтан аламыз деген кезде үйді. Міне осы жерден жер аламыз, үй саламыз деген кезде. Мен жолдасыма ой, шет жақ құрсын, барым келмейді дейтін. Қазір бірақ уже ұнап бастады. Кәдімгідей адамдар тұрып атқасын, мынандай үйлер толып. Еще астымызда машина. Қалаға бір 5-10 минуттың ішінде барып келеміз. Қалаға жетеміз деген. Жануар дейді. Мына жерде мына үйде тұратын көрші апай құстар қаз асырайды екен. Қаздар жаңа толып жүр. Мысығы бар, иті бар. Әне естіліп жатыр ма сіздердің дауысы? Татыш Асылманның дауысы естілсін. Қаздардың дауысы. Даже 100. Иә, көп қаз өсіреді екен. Негізі мына жақ сондайға жақсы екен, құс асырауға, құс өсіруге. Сондайға. Димаш қайда? Не знаю. Қайда Димаш? Баян сұлу ұқсай ма? Атын Баян сұлу деп өзгертіп алам, оны алтыға туғасын дейді. Алла осы. Баян сұлуға ұқсаймын дейді. Баян сұлуға ұқсаймын демейді, бірақ Баян сұлудың фанатымын, атымды өзгертіп алам дейді. Еще сасымды сарыға. Шашын сарыға бояйын дейді. Негізі бар, оны шашының асты өзі так ертең бояу кеткеннен кейін, міне басы шығып бастап жатыр ғой, міне. Осындай сары болып шығады уже. Сары. Алдында кетіп қалған негізі біздердің боятқанымыз. Сосын өзіміз қайтадан Каспийдан осындай нені тонировканы алып алдық та өзіміз боядық. Үстінен. Бірінші салонға бояттық қой, ол кезде 25 мыңға шықты. Бояп берген, уже сразу 2 жұмадан кейін цвет кетіп қалды ғой. Басқа розовый болды да, мына бояғанда ол кезде ашық розовый болды мынандай. Мынадан светлый болды. И сосын өзіміз осындай фуксия деген. Фуксия деген краска болып осымен боядық. Папасы ана жақта біреу әңгімесі жатыр бір кісімен. Мына жақта үйді қалай құру, не істеуге болады. Қай уақытта салып бастауға болады, документтерін істеп қойдық қой, үйдің документін қалай істеу керек, анау-мынау. Несін природсын, не істеуге болады, мына жақта қандай құс асырауға болады. Үй жаққа етпедіңіз. Бірден жүргенді біле састық. Медицинар келіп алды. Келіп алды. Сонан кейін білмеймісіңді. Сонан кейін білмеймісіңді. Димаш қойшы салфетпен ойнап. Біздер екі баламен үшеуміз тамақ ішуге едік. Мынандай шығыстағандар восточный кухня деген жаңа соңға барғанбыз. Кеше болған жоқсың ғой. Видеомыздың жалғасын түсіріп жатырмыз деймін. Екінші күн. Соңға барып, сол удастырым сұрап өтіп кеткен, соған барып, соны жұмыстарын бітіріп. Оригинальный қайратның футболкасы. Иә, осыны кеше барып 10 мың қалды шортигімен. Сосын аяғыңа затет алған осыны шортигімен, сосын бутсыйды, оны алдым ғой 2-3 күн бұрын. Мына кешек алған не? Кеше аяғыңа киетін.
носки болсын. Не деп айтады ол? Гетры деп айтады, айтпақшы, гетры. Сондай алып, бәрін кеше алып келді. Үйге барған. Пицца заказ бердік, еме өзіне курица, фриз курица деген заказ бердік, сокпен. Мен жеймін мұны. Иә, үшеуміз жей береміз. Маған ба деп отқан едім, мен қадыраттықпен алып келдім. Тренировкаға арнайды. Иә. Өзіме футболдың ойнайтыны бар, еще стадионға киетін. Көше Димаш, төгесің қазір. Пиццамыз келді. Енді жеп жатырық. Өзіме осындай заказ берген, курица не таты, фриз курица. Ас болсын.